Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге Ақұдай KZ сайтында оңай әрі тез тіркеліп хабарландыруды қалай орнату керектігін көрсетпекшімін. Сонымен бастайық. Сайттың негізгі бетінде хабарландыруды орнату деген бастырманы басамыз. Енді бұрын соңды тіркелмеген болсаңыз, бұл парақта сізге жүйеге кіруді немесе тіркелуді сұрайды. Біз әрине тіркелеміз. Бұл жерде логиннің атын тересіз және имейл адресіңізді көрсетесіз. Бұны баспай-ақ мына жерде ВК деген бастырманы немесе Фейсбуктың бастырмасын басу арқылы тіркелуге де болады. Бұл әрине ең оңай жолы. Жүйеге кіру үшін де осы бастырма арқылы кіруге болады. Сонымен бастырманы басып өтейік. Мінекей бізді жүйеге оп-оңай тіркелді. Енді хабарландыруды орната беруге болады. Ең бірінші этап бұл әрине санатты таңдау. Санат дегеніміз категория. Хабарландырудың категориясын таңдаймыз. Бұл жерде бірнеше категориялар бар. Мысалға автокөлікті алайық. Автокөліктің тағы да категориялары бар. Ол жеңіл және жүк көліктері. Мысалға жүк көлік таңдайық, жеңіл көлікті таңдайық. Ілгері басамыз. Келесі этап нақтылау. Бұл жерде сіздерге назар салып өтетін жайт бар. Жұлдызша таңбашасы көрсетілген жерде орынды міндетті түрде толтыру керек. Мысалға Ауди алайық. Ауди сатылады. Маркасын таңдаймыз. Сіздердің араларыңызда мүмкін біреулерде сұрақ тууы мүмкін. Басында жазған кезде неге маркасын тағы да жазамыз деп. Өйткені сіздің машина көлік іздегендерге параметрлер бар. Осы параметрлер арқылы табуға оңай болады. Сондықтан автокөлік маркасын көрсетуге міндетті түрде көрсету керек. Модельдің маркасын жазуға да, жазбауға да болады. А4 деп жазылып. Кузов седан деп алайық. Көліктің түсін көк деп алайық. Жасалған жылын 2002 деп көрейік. Автомат, двигатель бензин, көлемін 2/2 деп, приводты алдыңғы привод дейміз. Жүрілген қашықтығын мысалы ала берейік, 65.000 километр. Қосымша ақпарат жұлдызша тұр, демек бұны толтыру керек. Мысалға көлік соғылмаған деп жазайық. Көлік және өздеріңіз жазыңыз келген ақпаратты жазуыңызға болады. Бағасы деген орында тек қана цифрларды ғана жазу керек және арасында пробел болмау керек. Мысалға миллион деп алайық. Теңге деп ешқандай да жазбаймыз. Теңге өзі тіркеледі. Теңге деген сөз. Қала деген жерге Арал деп алайық. Және Арал қаласы деп те жазудың қажеті жоқ, өйткені қала деген жерде өзі көрсетіледі. Көшенің атын жазуға да, жазбауға да болады. Телефон нөмірін міндетті түрде толтыру керек. Бейнені, егер бейнесі болса, қосуға болады, болмаса қоспауға да болады. Мен алдын ала суреттер дайындап қойғам, суреттерді қосып шығайын. Бір сурет енді, екінші сурет. Үшінші сурет. Бұл сайтта 3 суретке дейін ғана енгізуге болады. Жалғастырамыз. Тексеру этапында бір қарап шығамыз.
бәрі дұрыс сияқты. Енді жалғастырамыз. Мінекей хабарландыру орнатылды. Бір тексеріп көрейік. Біздің хабарландыруымыз мінекей Audi A4 сатылады. Бағасы миллион. Өзім айтып өткендей, теңге деген сөзі қосылып жазылған. Ашып қарайтын болсақ, неге осындай слайдердің көмегімен көрсетіледі. Мына картада Арал деп көрсетіледі. Егер көшені жазсаңыз, көшеге дейін көрсетеді. Өте ыңғайлы және көрнекті. Неге барлық бағана көрсеткен сипаттамалардың бәрін көрсетілген. Осымен болды. Назар салып қарағандарыңызға рахмет. Істеріңіз сәтті болсын. Егер видеоролик ұнаған болса, лайкты бассаңыз да болады. Сау болыңыздар.